Қайырлы күн ұстаздар, өздеріңізбен әдеттегідей Сандуғаш Қадырғалиевна. Бүгін сіздерге дәл осындай слайдтың жасалу жолын тегін үйрететін боламын. Бұл слайдтың жасалу жолын үйрену үшін міндетті түрде видеоны соңына дейін қараңыз. Дәл осындай слайдты жасау үшін біз алдымен PowerPoint-та жаңа презентация құрып аламыз. Артық элементтерді өшіріп тастаймыз. Одан кейін қажетті біз суреттерімізді интернеттен көшіріп әкеліп орналастырамыз. Мен қазір интернеттен Астана қаласына байланысты бірнеше суреттерді осылай көріп отырмын. Енді осы ұнаған суреттерімді әкеліп орналастырамын. Алдымен осы суретті тінтуірдің оң жағын басып, копировать картинку деп слайдыма әкеліп орналастырамын. Одан кейін осы слайдтың размеріне байланысты мен осы слайдты үлкейтіп кішкене реттеп қойып алдым. Болды. Енді тағы да бізге бірнеше суреттер қажет болады. Сондықтан тағы да суреттерді әкеліп орналастырамын. Белгілі бір тақырыпқа байланысты қажетті суреттерімізді әкеліп орналастырасыздар. Ең бірінші слайдтың размеріне сәйкес етіп, бірінші суретті қойып алдым. Дәл осылай етіп, келесі суреттерді де осы размерге сәйкестендіріп алып, жанына тізіп қоя бердім. Барлығы менде қазір 5 слайд болғандықтан 3-ші, 4-ші және 5-ші суреттер орналасқан қаз-қатар тізіліп. Енді ең бірінші мына слайдымыз тұрған ең бірінші бет бар ғой, слайдтың үстіне қойдық қой, міне арты ақ. Қалғандары бізде жанында ғана тұр. Мына жерде масштабын үлкейтетін жері бар, төменгі жақта, осыны үлкейтіп аламыз. Одан кейін біз вставка мәзіріндегі фигурадан мына төртбұрышты аламыз да осылай етіп осы размерге сәйкестендіріп сызып аламыз. Одан кейін тағы да вставкаға барып, фигурадан біз дөңгелекті ортасына сәйкестендіріп орналастырамыз. Мұнда слайдтың бетінде бізде сызықтар тұр. Назар аударып қарайтын болсақ, бізде олар осы фигураларымызбен, кескіндерімізбен жұмыс жасаған кезде түзу орналастырылуына мүмкіндік береді. Оны біз бет және направляющий деп қойып алсақ болады, галочка тұр менде. Енді осы жерге қойдым. Енді осының астындағы ең бірінші көкке боялып тұрған төртбұрышты және шеңберді пернетақтадан Ctrl пернені басып тұрып белгілеймін. Екеуін белгілеп алғаннан кейін формат фигуры мәзіріндегі объединить фигуры дегеннен группирование етіп группирование жасаймыз. Одан кейін біз осы фигураның түсін аққа бояймыз. Ол үшін формат фигуры мәзіріндегі заливка фигурадан түсін ақты бояймыз және контур фигурадан нет контура етіп қоямыз. Одан кейін вставка мәзіріне қайтадан барамыз. Фигураға барып, половина рамки дегенді алып мына жерге орналастырып аламыз. Оның түсін заливка фигурадан темно-синий етіп және контурында дәл осы темно-синий етіп орналастырамыз. Дәл осы бізге половина рамки деген фигураның екіншісі қажет. Копировать етіп алып келіп қайтадан қоямыз да оны айналдырып былай бұрамыз. Екінші бір бөлікке орналастырамыз. Енді осы половина рамки деген фигурамызға гиперссылка орналастыруымыз қажет. Оң жағындағы фигураға барып, мышканың оң жағын басып, гиперссылка дегеннен место в документе дегенді таңдап, мұны басқанда следующий слайд жүру қажет. Енді екіншісіне келеміз де, бұны басқан кезде бізде гиперссылка место в документе алдына келу керек, предыдущий слайд етіп қоямыз. Енді біз дәл осы слайдтың көшірмесін жасаймыз. Ол үшін бірінші слайдқа барып, дублировать слайд дегенді басамыз. Енді ең басты слайдымызда бізде мына сурет орналасқан. Енді біз мына рамканы төменге қарай қойып тастап, мына суретті мына жаққа қарай ысырып тастаймыз да, мына жерге енді екінші суретімізді әкеліп қоямыз және оның үстіне жаңағы ақ төртбұрышымызды әкеліп орналастырамыз. Болды. Енді мына суреттерді ары қарай ретімен осы жерге жақындатып орналастырамыз. Енді осыдан кейін екінші слайдымызды тағы да дублировать слайд дейміз де. Енді біз мына суретімізді мына жаққа қарай ысырып, және мына фигурамызды төменге қарай қойып, және мына суретімізді мына жаққа қарай ысырып, келесі суретімізді әкеліп орналастырамыз. Одан кейін оған ақ түсті төртбұрышымызды қоямыз, және де қалған суретімізді әдемі етіп реттестіріп орналастырамыз. Болды. Енді үшінші слайдымызды тағы да дублировать етеміз. Жаңағы алгоритм бойынша жұмыс жасаймыз. Мына суретімізді әкеліп жанына слайдтың орналастырамыз да, келесі суретімізді ең басты слайдымызға әкеліп үлкейтіп қоямыз. Және де осы бөлігімізді әкеліп қоямыз. Енді төртінші слайдымызды әкеліп тағы да дублировать етеміз. Және де дәл осы алгоритммен
реттеп аламыз. Суретімізді жанына келіп қоямыз. Барлық 5 слайдымызды да біз аяқтадық. Гиперссылкамыз қойылды. Мына ссылка предыдущий алдағы слайдтарға өтіп тұрады. Мына ссылка бізде следующий слайдтарға өтіп тұрады. Енді барлық слайдымызды 5 слайдымызда белгілеп аламыз. Ол үшін Ctrl-A пернесін басып, барлық слайдымызды белгіледік. Одан кейін жоғарыда переходы мәзіріндегі трансформация дегенді таңдаймыз. Бұл переходыдағы трансформация PowerPoint-тың 2019 нұсқасынан бастап қондырылған. Қазір барлығымыз бірге тамашалайық. Слайд-шоуға барып сначала деп басайық. Міне следующий слайдты басамыз. Келесі кескінге өтеді. Одан кейін тағы басамыз. Келесіге өтеді. Егер алдын бассақ, оның алдыңғы бөлігіне. Не осылайша біздің слайдымыз дайын болды. Сонымен бүгінгі видео сіздер үшін пайдалы болды деп ойлаймын. Жасап, практика тұрғысында меңгеріп көріңіздер. Кәделеріңізге жарасын.